Қайырлы күн, менің қымбатты тыңдаушыларым, қал жағдайларыңыз жақсы ма? Біз мынау баланың кішкене сабағын қазір ғана оқып біттік. Әрине бірінші тоқсан бітті, демалысқа шықты десек те үйге берген тапсырмаларды орындадық. Орындап бітіп, ол жігіт енді демалып жатыр. Ал мен өздеріңізбен кішігірім өзімнің азын-аулақ күнделікті ойыммен бөлісуді жөн көріп отырмын. Бүгінгі ойым алдау, жалған сөйлеу, өтірік айтуға байланысты болады. Сол турасында кішігірім өзімнің ойыммен бөлісейін деген. Мынау барлық адам қандай да бір нәрсені айтпас бұрын адам баласы біз ойланамыз. Жақсы нәрсені айтсақ та біз ойланамыз, жаман нәрсені айтатын болсақ та ойланамыз, біреуді алдайтын болсақ та ойланамыз, өтірік айтатын болсақ та ойланамыз, ойланып істейміз бәрін. Бірақ оның жақсы не жаман екенін адам өзі таңдау жасайды. Таңдау еркі өте керемет нәрсе берілген ғой, адамға таңдау еркі берілген. Сөйте тұра соны істейміз, жалған сөйлейміз, өтірік айтамыз, Бұлай өтіріктің соңы адамды ұятқа алып келеді, ұятқа қалдырады. Өтіріктің үстіне өтірікті жамап айтатын кезіміз болады. Біреуді алдап, сулап, әке, жәке, көке, сәке деп жаңағы сондай істерді істейміз, бірақ та біз мынаны ұмытып кетеміз. Біз адаммен қарым-қатынас жасап тұрғанда төбемізде тұрған Құдайды ұмытып кетеміз. Міне мәселе қайда жатыр. Ең бастысы, сізді сізден де жақсы білетін Алланың бар екені еш уақытта мынау қаперімізден шығаруға болмайды. Есімізден шығармауымыз керек. Үнемі Аллах ол біздің ішімізде, ішкі жан дүниемізде. Ол біздің айтпаған нәрсемізді де біледі. Ол біздің өтірігімізді де біледі, алдағанымызды да біледі. Әлбетте ол қарсы тұрған, сіз алдаған адамға да, сіз өтірік айтып тұрған адамға да оны сездіріп тұратын Алла бар. Ол қарсы бетте тұрған адам, сіз алдап тұрған, сіз айтып тұрған адам, ол бәрін сезіп тұрады. Оны сездіріп тұратын ол Аллах. Сондықтан жаңағы өтірік айтқан адамның ішкі жан дүниесінен тыныштықта кетеді, құлазу басталады. Өтірік айтқан адам ойпырмай жүдеу басталады, жан дүниесі құлазып, өзінен өзі бір тынымсыздыққа, тынышы кетіп, сабыр таусылып, жаңағы ашушаңдыққа бой алдырып, сондай жаман мінез құлықтардың келуі, адам баласында пайда болуы, бұл алдау мен жалған сөйлеу, өтірік айтудан басталады. Сондықтан осыны айтпайық.